қиян қыламын да сенің семьяң кіріп қиянсыз жаман болсын. Саған не істеп жатыр ол? Сен өз семьяңды ие бола алмасаң, президенттің қатысы бар, министрдің не қатысы бар? Министр келіп сенің қызыңды шешіндіріп жатыр ма? Саған темекі шектеп жатыр ма? Сені қинап жатыр ма, зорлап жатыр ма? Не істеп жатыр саған? Мысалы, маған ештеңе жоқ. Саған не істеп жатыр? Сол сияқты ол анау өтпей, мынау өтпей, ол кетсе тағы басқа келеді, басқа кетсе тағы келеді. Өмір тоқтамайды жаным. Сондықтан олай болмайды алтыным. Анау өтсе, анау болады, мынау өтсе, ештеңе болмайды. Сол болған нәрсе бола береді, қорықпа. Біз өзіміз үзейік та, сен жақсы бол жаным, мен жақсы болайын. Біз екеу боламыз. Соң тағы мына жерде мына тыңдап отқан 2000-ның біреуі жақсы болады, үшеуі боламыз. Соң төртеу боламыз, соң қауым боламыз. Анау қормай, ол олай болмайды. Балық басынан шірейді, дұрыс айтасың. Бірақ таяқ тазаланғанда құйрығынан тазаланады жаным. Ереже қағида солай. Сол үшін өзің тазалаймыз керек. Енді қара, міне, саясатта нең бар дегеннен шығып кетті. Министр кеп сенің қызыңды шешіндіріп жатыр ма дейді. Қазақстандағы 100 мыңдаған жезөкше ненің кесірінен? Қазақ мемлекетін құрған титулды ұлт, сол мемлекеттің иесі болған қазақ идеологиялық жақтан азды ма? Азды. Тозды ма? Тозды. Жезөкшелік дінімізде тиым салынды ма? Салынды. Ал сол жезөкшелерді сол билік қолында тұр. Бірақ сәтте жезөкшелерді жеңгетайында бәрін тура пышақпен кескендей тиіп тастай ала ма? Алады. Ал сонда оған министрдің, Назарбаевтың, Тоқаевтың қатысы жоқ па? Қатысы бар. Ал мына сүмелек, мына мұнафиқ Нұрлан имам не дейді? Ол не дейді? Сенің қызыңды шешіндіріп жатыр ма дейді. Бұл қызыңды емес, бүкіл қазақты шешіндіріп тастады ғой. Көшеге бүкіл жезөкшені қаптатты. Назарбаев кезінен қаптады. Тоқаев кезінде де қаптады. Алматы, Астана, Шымкент, Қызылордаң түгілі енді қазір ауданның орталықтарында жезөкше ұялар ашылған. Сутенердің бәрі биліктікі. Ал ол жезөкше бүкіл еркекті шешіндіріп жатыр. Одан бүкіл ауру тарап жатыр. Мен жезөкше тақырыбын неге қайта-қайта айтамын? Бүкіл Қытайдың әлеуметтік желісінде Қазақстанның жезөкшесінің арзандығы бірінші тақырыпқа айналып жатыр. Қазақстанның жезөкшелігі. Бүкіл ана құжынап келіп жатқан Қытайыңның барлығы саған ауру таратып жатыр. Ал мынау айтады, сенің қызыңды шешіндіріп жатыр ма дейді. Сонда бүкіл мына халықтың бетін, беделін, абыройын құртып, біздің рухани тазалығымызды құртып, қоғамдағы осы жезөкшелікті әдейі тыймай, сол арқылы халықты әдейіге бүлдіріп отырған Назарбаев, Тоқаев екені мынау білмей отыр ма? Саған не істеді ол дейді. Қызыңды шешіндірді ма дейді. Не істемеді? Жұмыссыз жүрген қазақ соның кесірінен емес па? Әділетсіз нақақ соттар солардың кесірінен емес па? Жоқшылық солардың кесірінен емес па? Банкты құрды тек өздеріне. Халықаралық банктерді кіргізсе, Қазақстанда банктың пайызы ең максимал 2,5% болатын еді. Бірақ халықаралық банктерді кіргізбейді, тек өз банктері тұр, шетелден 0%бен өздері кредит алады. 1%бен кредит алады. Ал халыққа соны алады да 15, 20, 50, тіпті 100%бен береді. 1 миллион алып 2 миллион қайтардың ба? 2 миллион алып 4 миллион қып қайтардың ба? Айтыңдаршы, қанша кредит алып, қаншамен қайтардың? 1 миллион алып 2 миллион қып қайтарсаң, онда ол 100%-лық кредит деген сөз. Ондай кредит жоқ жер әлемде. Еуропада жоқ, Америкада жоқ. 2%, 2,5%, 4%, 4,5%. Соңғы кезде, инфляция кезінде 6% болды. Мынау айтады, қызың шешіндірді ма дейді. Сол жезөкшенің кесірінен, анау бала не болады? Бала күнде мектепке бара жатады, көшеде жезөкше тұр. Ол не болады? Ішіп алған еркектер былай қарасаң сап-сау жүреді де, бір күнде ақылынан адасып барады. Бүкіл Қазақстан бади массаж, бүкіл Қазақстанда қазір осы оранғаны да, шешінгені де төсекті айтады. Діндарларыңда сексопатолог, дінсізде сексопатолог, Орангүлде сексопатолог, Борангүлде сексопатолог. Ана қыз текелерді оны қаптатып қояды. Бүкіл халықты тек содан ғана айналдырып қояды. Ана жақтан боқболаттарға тоқал тақырыбын көтердіп қояды. Мына жақтан жаңа тоқал деп қояды. Тоқал тақырыбы тек қазақтың қанын сүліктей сорған 1% паразиттердің ғана патенті. Мына паразиттер ғана тоқал алады. Ал қазақ 99% қазақ аш жалаңаш жүрсің. Бұттыңда бүтін дамбалың жоқ, көтенің жылтыңдап жүр. Тоқал сенің нетеңің жылтыңдайды, көтенің деген мақалды соған шығарғанбыз.
әдейіге қоғамда тақырыпты басқаға аудару. Қатына айында жылында бір көйлек апара алмайтын жарлы жігіт, жұмыссыз жігіт тоқал алам деп, ана қатынның жүйкесін жұқартады. Соған керек. Нәпсі құмарларға тема керек, халықтың тақырыбын басқаға аудару керек. Сондықтан күні түні Назарбаев Тоқаевтың кезінде, Боқболаттың дәурендеп тұрған кезінде тоқал тақырыбы болды. Сонда бүкіл қазақ араб сияқты бай бақытты, баяшатты болып, ақшасы көптігінен жаңа қатыннан басқаны ойламайтын жағдайға жетіп пе еді? Жоқ, әдейіге солай сап отыр. Ал бүкіл қоғамды әдейі жезөкшемен қамтып қойды. Жастар, орта мектептің оқушылары қазір топ-топмен барып жезөкшелерге барады, бади массажға барады. Міне, бесіктен белі шықпай жатып, қазақтың жігіттері ауру жұқтырып жатыр. Міне, бесіктен белі шықпай жатып, қазақтың қыздары жаман жүріске түсіп жатыр. Бәлем бай қыз орта мектебіне 8-9 бітірмей жатып, жүкті болып жатыр. Абортқа тыйым салмаған, содан баласын түсік жасатады, сосын ең соңында құтызеsin құшақтап өмір бойы бала сүйе алмай тұрады. Бүкіл қоғамда осы бұзықшылыққа кім апарып жатыр? Назарбаев Тоқаев апарып жатыр. Оңаймын десе қолдарында тұр. Ереуілге бір қазақ шығам десе, сол қазақты 10 полициямен күзетеді. Бір белсендінің айналасында 20-30 киім баңдып жүреді. Біреу ана Қызылорданың құмында, адам бармайтын құмында отырып, бір видео түсіріп, бір пост жазып, мына өзінің өмірге наразылығын, неге жұмыссыз жүрміз, кедей жүрміз десе, соны Алматы Астанадан тікұшақпен барып тұтқындап алып қайтып әгі бейшараны соттайды. Бірақ бүкіл қоғамымызды жайлаған мына зұлымдықты тыймайды. А мына иттің баласы, мына мұнафиқ Нұрлан имам не дейді? Сенің қызыңды шешіндірді ма дейді. Нұрлан имамның қызы шешінбесе шешінбеген шығар. Себебі оның әкесі бай, оның әкесі телеарналардан түспейді, оның әкесі Америка, Қазақстанның ортасында, кәдімгі ауыл үйдің ортасында жүргенде жүреді, оның ұшақ алатынға, ұшақ билетін алуға ақшасы бар, оның қажылыққа бәлем мәртебе береді, ақшасы бар, оның үйлері бар, оның жағдай жетеді, оны Ақтөбеге барғанда Ақтөбе облыстық ішкі саясат күтіп алады. Астанаға барса, Астана қалалық ішкі саясат күтіп алады. Ішкі саясат деген не? Киембі. Қоғамның тыныштығын бақылайды. Кім әудеп қойды, кім мәудеп қойды, соны бақылайды. Мынау биліктің жақтасы. Сен дұрыстал, мен дұрыстал. 20 миллион қазақ қай заманда дұрысталып боласың? Міне, екеу болдық. Сен дұрысталсаң, мен дұрысталсаң, екеу болдық. Сосын міне жерде 2000 адам тұрды. Сосын ана жақ ұрлай берсін, ана жақ жырлай берсін. Сосын 20 миллионымыз дұрысталғанда бар. Ойбай, мына 20 миллион қазақ бәрі дұрыс болып кетті, ұят болды, бәрі Нұрлан имам сияқты деген. Біз кетейік болды, қошы ұят болды ғой, ойбай, бетім-ай. Қай бетімді айтайын? Енді бүгіннен бастап ұрламайым, бүгіннен бастап жырламайым деп. Кетіп қалам екен? Мына оттаған сөз ғой мұны. Сен дұрысталсаң, мен дұрысталсам, сосын бәріміз дұрысталсақ, мына 2000 қазақ дұрысталса, сосын бәрі дұрыс болады. Анау былығып жатады екен да. Олар ұрлай береді екен. Олар тонай береді екен. Олар біздің жерімізді сата береді екен. Олар уранды бере салады екен. Олар Қытайда миллиард триллион, бүкіл 20 миллион қазақ 100 жыл жұмыс істесе таппайтын ақшаны алып алады екен. Мынау айтады, сен қызыңды шешіндірді ма? Саған не істеді? Маған ештеңе істеген жоқ. Сен дұрыстал, мен дұрысталайын, 2000 дұрысталайық деп отыр. Шайтан ба? Шайтан. Шайтан басына қалпақ киіп алған, тақия киіп алған шайтан. Мен қайта мына Қазақстандағы осындай зұлымдықты айтудағы мақсат бүкіл Қытайдың әлеуметтік желісі тек Қазақстан болып қалды. Олар үгіттеп жатыр. Қазақстанда дүкен ашуға. Үгіттеп жатыр Қазақстанды қалай жаулаймыз. Аралас некені көбейту туралы тапсырма түсірілгендігі белгілі болып тұр. Олар ресми түрде Қазақстанның құжатын алып, Қазақстандағы кәрі қыздармен үйленіп, міне. Неге? Қытайдың ақшасы көп. Кәрі қыздарға, орыстың қыздарына, қазақтың қыздарына бір бала таптырады да, жаңа өмір сүрде бір квартираны жалдап беріп қояды. Идеологияның бәрін құртты. Сосын Қазақстанның азаматтығын алады. Пара, киімбі сатылады, полиция сатылады, бәрі сатылады. Сырттан келген қазақ тентіреп жүріп ала алмаған Қазақстанның паспортын олар алады. А мынау не дейді? Саған не істеді дейді. Женя Королева дейді. Назарбаев, Тоқаев жүйесі құрмай, қазақ жақсылық көрмей дейді.
саған не жамандық істеп жатыр ол? Саған семьяңа жамандық істеп жатыр ма тура? Сол айтқаннан да таң қаламын да, сенің семьяңа кіріп қиянсыз мейлі жаман болсын. Саған не істеп жатыр ол? Сен өз семьяңды ие бола алмасаң, президенттің қатысы бар, саған министрдің не қатысы бар? Министр келіп сенің қызыңды шешіндіріп жатыр ма? Саған темекі шектеп жатыр ма? Сені қинап жатыр ма, зорлап жатыр ма? Не істеп жатыр саған? Мысалы маған ештеңе жоқ. Саған не істеп жатыр? Бұған не, Сол сияқты ол. бұған не істейді бұны? Бұл сол биліктің үгітшісі ғой. Сондықтан міне реті келгенде қазақтарға бір әңгімені айтып көрсеттік. Енді біраз нәрсені мына халықаралық геосаясаттағы біраз ақпараттарға жеткізейік. Guardian'дағы мақала. Zelensky says Russia could attack NATO countries next year as he calls, дейді. Зеленский былай деп айтты дейді. Бұл Guardian'ның 9 сағат бұрынғы мақаласы, міне. Міне Зеленскийдің мақаласы, мен сіздерге тікелей осыны қазір аударам. Зеленский Ресей дейді. НАТО елдеріне Ресей келер жылы шабуыл жасайды деп айтты дейді. Бұл енді өте маңызды ақпарат. Бұл Guardian'дікі. Енді plane carrying Secretary of State Marco Rubio to Germany forced to return to Washington дейді. Марко Рубио отырған жаңағы ұшақ шырғалаңға ұшырап, Вашингтонға кері қайтуға мәжбүр болды дейді. Бұл Нью-Йорк посттың мақаласы екен. Енді менің бұл мақаладағы жаңағы негізгі ойын ғана айта салайын. Марко Рубио, мемлекеттік хатшы Марко Рубионы Германияға алып бара жатқан ұшақ техникалық, механикалық мәселеге байланысты Вашингтонға кері қайтуға мәжбүр болды. Мемлекеттің бас хатшысы Марко Рубионы Германияның Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясына тасымалдаған әскери ұшақ бейсенбі күні кешке механикалық мәселеге тап болған соң Вашингтонға қайтып оралуға мәжбүр болды дейді. Тоқте. Ұшақ дейді, бұл Endurus базасына қайтып оралды дейді. Енді білесіздер, Америкада осы Трамп билікке келген қысқа уақыттың ішінде бір әскери тікұшақ пен бір жолаушылар ұшағы соғылды. Одан кейін тағы бір медициналық көмек жасайтын ұшақ апатқа ұшырады. Бұны көптеген адамдар, конспирологтар айтады, әскери тікұшақтың соғылуын бұл мына қызметінен мәжбүрлеп қуылғандардың, немесе бұрынғы демократтардың мына Трамп билігіне жасап отырған бір қысасы дейді. Себебі анау жолаушылар ұшағына соғылған тікұшақ әскери ұшақ екен. Ол кезінде кәдімгі алыстан контролдайтын технологиясы бар ұшақ екендігі дәлелденген екен. Енді тағы біраз ақпараттарды аударып сіздерге жеткіземін. Қазір мен бір кесе бір ұрттам шай ішіп алайын. Онлайн сұрақтарыңыз болса, мен шай іше отырып, сіздердің онлайн сұрақтарыңызға біраз жауап бере кетейін. Онлайн сұрақтарыңыз болса айтыңыздар. Мұна менің оразамды ашып атырым. Таңғы шайым былайша айтқанда, бісміллах. Бір-екі сұрақ қойып жіберіңіздер. Сосын мұна халықаралық геосаясаттағы үлкен ақпараттарды аударып шетінен сіздерге жариялап отырам. Сұрақтарыңыз болса, Қытайлар не болып жатыр дейді. Қытай туралы айта кетейін. Ши Цзиньпин аяқ астынан өзінің жаңағы Даго дейді ғой, бұлар үлкен елміз, алып елміз деп. Мына Ши Цзиньпин билікке келгелі Қытай дипломаттарының бір былжырақ сөзі бар. Олар Орыс-Украина ортасындағы даулы территорияға Қытайдың бейбітшілік сақтау әскері кірсін деген талаптарын айтыпты. Яғни Қытайдың әскері кірді деген сөз не? Ол Орысқа жан басады деген сөз. Және бірі. Ол Еуропаға тіке қауіп төндіреді деген сөз. Яғни Қытай қысқасы алып империялық аурумен ауырып қалды. Тағы не сұрақ керек? Қытайда спид көбейді. Иә, Қытайда спид көбейді. Бұл спид неден көбейді? Қытайда соңғы кезде адамдардың рухани азғындауы максимал шегіне жетті.
бұл Қытай деген ел не Еуропа, Америка сияқты христиан католиктік ел емес, не мұсылман ел емес. Бұлар құдайсызданған ел. Яғни әшәди кәпірлер, кәпірдің кәпірі. Сондықтан бұларда не моральдық тиым жоқ. Мысалы, христиандар фильмдерінде көресің, қолында неке жүзігі бар. Сол неке жүзігі бар, мына фильмдерінде бар жаңағы. Әйел екеуі жақсы болмай ұрысып жүреді. Сосын ана еркек басқа әйелмен, әйеліне басқа еркекпен кездесіп, ойы кетіп, кәдімгідей сөйтеді, неке жүзігін көріп ойланады да. Бұларда мың жерінен жаңағы еркінсігенмен Еуропа, Американың идеологиясының ірге тасы христианизм. Бұларда бір жаратушыға деген наным бар да. Ал Қытайда ол жоқ қой. Коммунистер келді де оның быт-жытын шығарып, тас-талқанын шығарып, күлін көк күшіріп жіберді де. Олар бір жаратушы дейтін бір шексіз құдіреттен бір имену, тартыну, қорқу, немесе былай істесем жаза болады дейтін бүкіл нәрсенің бәрін күлін көк күшіріп жіберді. Коммунистер оларға айтты, бітті, мына дүниеде сайрандап қалып, ана дүние деген жоқ болды. Бұзақылық істе, жаңа шайқа қысқасы шайқа деді. Сонымен Қытайдың еркегі де шайқады, әйел де шайқады. Енді сөздің шыны Қытайда осы соңғы қалтасы қалыңдап ақшасы көбейгеннен кейін Қытайда жыныстық еркінсу шегіне жетті. Қытайдың мемлекеттік бірінші деңгейдегі медиасы Шинлаң, Уаңи, Соху, осы медиаларында барлығында бір қаладағы таныстық дейтін бағдарлама ашылды. Ол бір қаладағы таныстық де. Мен шанхайлықпын, тіркелем әлгі жерде. Мен шанхайлықпын. Шанхайдың қай жері? Шуйжахуй ма, Пудың ба? Тіркелесің. Минхан районысың ба? Тіркелесің. Мен Пекиндікпін, тіркелем. Пекиннің қайсы регионысың? Тіркелесің. Әгі жерде бүкіл контактыңды жазасың, сон бітті әне жерде. Бітеп тұрған қыздар, жігіттер бір-бірімен хабарласады, сон ары қарай бітті болды. Қытайда тіпті бұл азғындықты мен айтсам ұят болады енді. Ары қарай ұят болады. Тіпті арнайы WeChat сияқты желі пайда болды. WeChat сияқты. Бірақ ол желі тек қана бір түндік кездесуді ұйымдастыратын желі болды. Ана программасын 2012 жылы маған бір Қытайдың жігіті көрсетті жаңа. Ол мені тасып жүрген, ары бері көлікте сон тасып жүрген. Жоқ, 12 емес екен. 12 жыл екен көрсетті. Бұл қалай десем, бұл Ишин деген дейді. Анаушы Уишин дейді. Мынау Ишин дейді. Мынау Ишин, анау Уишин дейді. Бұда дейді, осындай бір түндік кездесуді ұйымдастыр. Ал ол қалай? Мен Чыңдудікімін ғой дейді, Сечуандікі. Мен Пекинге келдім, енді мен дейді, қонақ үйге жатуым керек, көлігімді ақша төлеп қоюым керек. Енді маған керісінше Пекинде бір түн үй салу керек дейді. Ал, сосын Пекинде маған бір келіншек ба, қыз ба дайын тұру керек дейді. Ал, сосын мынаған жазам дейді. Мен қонақ үйге төлеген ақшамды керісінше мен соған гүл, пүл, жаңағы анау мынау шарап, тамақ-самақ бірдеңкеге жұмсайын. Бәрібір керісінше жаңағы тегін келіншекті құшақтап жата қалам дейді. Міне. Содан ертең мен Чыңдуға қайтам ғой дейді. Ал. Сосын өз жерде де мен нетуім керек. Анаушы дейді. Ол да сол мен сияқты жаңағы зарығып бір жат бір еркекті жат өзім білмейтін, танымайтын, бірақ проблема туғызбайтын, ертең басын қатырмайтын жаңағы еркекті іздеген біреу болады дейді. Ана Қытай айтады. Ол айтады, ол өзіне дейді, ол Қытайдың айтқаны, ол өзіне сондай мазасын алмайтын, тием демейтін, бала туам демейтін, көйлек әпер демейтін, басын қатырмайтын бір қатын, бір түндік қатын керек екенде. Ана қатынға да сондай ертең мазаламайтын, жаңағы үйленейік демейтін, бала ту демейтін, басын қатырмайтын бір түндік еркек керек. Мынау соны таныстырады дейді. Ой, Құдай төбеңнен ұрсын деді мен сол кезде. Сендер мынаумен қайда барасыңдар? Сендер әгі өздерің мақтанатын 5000 жылдық тарихы бар, әдеп иваның елі дейтін жаңағы Онай ученен Жонхуа өмең ли жыбаң дейтін нелерің қайда қалды сендер? 5 жылдық мәдениетім бар,
мәдениеттің ибаның, өркениеттің ошағы дейтін мақтаныштарың қайда қалды деймін ғой жаңағы. Дейді. Қазір осы болды дейді. Ойбай дейді. Қазір осы болды дейді. Ал университет дейді. Университет бітті. Бірінші курста бір жап-жас ауылдан келген қыз барады екен де, бірінші курста екі жігіттің жарты жылдан қатыны болып, сол 5 жыл бітіргенше негізінен сол университетте өзіне жымиған жігіттің бәрінің дәмін татып шығады екен. Ана жігітте сол өзіне жымиған Қытай қыздың бәрінің дәмін татып. Қытайда соңғы 25 жылда Қытайда жыныстық еркінсудің шегіне жетті. Орыс, қазақ айтатын ғой, орыс ойына келген істейді. Орыс ойнамай қалды Қытайдың алдында. Сондықтан қазір Қытайда Құдайдың жазасы келіп, Қытайда қазір іспит ауруы, айдыс ауруы шегіне шықты. Тіпті бүкіл дүние жүзі Қытайға дабыл қаға бастады. Қытай қазір екі аяқты хайуанға айналып кетті. Адам деген не? Адам дегенде бір наным болады, наным болады. Сол наным адамды тежейді, ұстайды, бір стандарт бір. Ал Қытайда ол наным, сенім, тежеу, өлшем, тыйым бәрі жоқ болды. Чыңду деген қала бар, 15 миллион ба 20 миллион халқы бар. Сол қалада қазір 1 миллион спид бар екен. Тек бір қаласында. Бір қаласында 1 миллион спид. Егер 15 миллион десең, әр 15 адамның біреу спид. Айдыс ауру. 20 миллион десең, әр 20 адамның біреу спид. Енді осының барлығы қаптап қазір Қазақстанға келіп жатыр. Сондықтан мен бұл арадағы жігіттерді айтам. Қазанның түп күйесіндей қапқара қатыныңды алтыным деп ардақтай біл. Көшедегі беті жылтырап тұрған жезөкшеге боди массажға жолаушы болма. Ана қазанның түп күйесіндей қапқара қатының беті қара болғанмен іші таза, жүрегі таза, одан саған ауру жұқпайды. Сол әркім өз қатынымен, жеке меншік қатынымен өмір сүргені сол қайырлы. Ал алай шауып, бұлай шауып сері болсаң, Құдайдың жазасы кеп тұр. Ол баяғы заманның серілері жазасыз кетсе кеткен шығар. Қазіргі заманның серілері жазасыз қалмайды. Құдай қазір өстіп неше түрлі ауруды адам баласына жаза ретінде жіберіп тұр. Қазір енді абайлаңдар. Қатты абайлаңдар. Міне. Ал тағы не сұрақ бар, мен бір-екі ұрттап жіберейін шайымды. Путин не болды дейді. Путин енді соңғы мына Трамппен сөйлескеннен бастап жуып кетті ғой деймін. Ішті енді. Әкеліңдер ішті деді. Да, бай деді. Ол қуанып жатыр енді ол. Ол сол жаңағы Лениннің, Сталиннің аруағына 7 шелпек пісіріп, тикток имамды шақырып, Құран бағыштатып, сосын бұлай водкасын алдырып, ішіп жуып кетті ол. Лавров екеу, Медведев екеу бірінің басын бір иіскеп жаңағы жуып кетті. Қатты жуып кетті ол. Оның енді көктен тілегенін жерден берден ол. Сол. Ол тикток имам шақырып ап, күнде 7 шелпек пісіріп, Лениннің, Сталиннің аруағына жаңағы дұға оқытып жатыр, рахмет айтып жатыр. Балды. Путин не болды? Путин осындай болды. Ол Трамппен сөйлескеннен бастап оның көктен тілеген жерден беріп, енді ол осы соғысты, осы күйі тоқтатып, жаулап алған жеріне ие болып қалса, ол былайша айтқанда мен жеңіске жеттім деп отыр. Енді оның қазір бір ғана мәселесін Трамп шешпеген болу керек деп ойлаймын. Ол Курск мәселесі. Яғни Курскіден Зеленский шықсын деген талапты менше Трамп 1000 жерінен нелеу болса да айта алмайды. Зеленский айтады, мен Курскіден шықсам, онда ол жаулап алған жерінен шықсын дейді. Сондықтан қазір кем дегенде соғысты Трамптың тоқтат деп тоқтатқаны Путинге керек болып тұр. Енді сол әлі де сол 100 күн бар әлі. 100 күннің қанша күн өткенде Трамп айтқаннан бері. Сол 100 күннен есептесең енді соңға дейін енді Курскіні алып қала алса, Путин алып қалды, алып қала алмаса, ол осы жердің өзіне тәуба. Курск деген, ол деген маленький земля, у нас большой земля бар деп сөйтіп сөйлеу мүмкін енді. Қысқасы сол. Ал тағы қандай сұрақтарыңыз бар?
Жанат мәселесі не болды, Секе дейді. Мына сұрақ өте керемет сұрақ. Жанат мәселесі өте күрделі мәселе болып тұр. Әлгінде ғана біз осы жанат мәселесінде халықаралық үлкен қауымдастыққа дабыл қаққан болатынбыз. Осығанға дейін Американың үлкен медиасында жанат мәселесі 4 рет көтерілді. Американың мына Азат Азия радио блогы бар, соның мына Қытай тілді блогы бар, сонда жанат мәселесі 4 рет көтерілді. Алдыңғы жолғы лекциямда мен бір реткі видеосын, аудиосын көрсеттім. Осы 1 сағаттың алдында міне жанаттың мынандай видеосы жарияланды. Ақсақал сартысты болыңдар, өрші өрі болыңдар, мәк отбасыларына жақсылық болсын. Мынау жанаттың бұрынғы кездегі сөйлеген сөз, сау кезіндегі жанат қой. Жанатым, әкең бара жатыр. Жанат, әкең келе жатыр. Баладар түрісті кеп. Кебілді болса, мен үшін мен таза суық. Жанат, Жанат, сен қайтесің өз сен? Балам оқуға кетті, мен міне тірімін, әкең бара жатыр. Аллаға шүкір, аманбыз. Bir adam oldu. Аманбыз. Түріңнен айланайын. Мен сен Жанатпа емес пе, танымай қалдым. Құлым бер қара, міне. Мына ауырып жатқан жанат. Ақсақал сартысты болыңдар, Сау кезі. өрі болыңдар, мәк отбасыларына жақсылық болсын. Сау кез. Қазірге дейін біз 4 рет ақпаратқа шығардық. Өкініштісі, осы Американың конгресі қаржыландыратын Азат Азия және Азат Еуропа радио блогы бар. Сосын Еуропа